көретін оқырмандар мына аба кондиционер міне. Кондиционерді біздерде мұздатпай қалса, көбі айтады, френ бітіп қалды, френ заправка істеп берші. Жоқ, ол тек френнен болмайды кондиционер мұздатпай қалуы. Кондиционер мұздамай қалуы себептері болады. Бірінші себеп, конденсатор жұмыс жасамай қалса, компрессор қоспай қалады. Компрессор қоспағаннан кейін, мына жақта френ айдамай қарады жоғары қарай. Бірінші жұрт осыны тексеру керек. Мынамызда 25 микрофарад. Осыны мультиметрмен тексересіңдер. Қалай тексеретін, оның видеосын саламын. Дәл осындай 25 микрофарад новыйын салсаңдар, қайтадан дальше компрессор істеп кете береді. Екінші жұрт, бұл істемей қалса, компрессор қосылмай тұра береді, бірақ вентилятор айналып тұра береді. Сыртынан қарасаңдар, вентилятор айналып тұрады. Көп айтады, бізде істеп тұр ғой вентилятор дейді. Жоқ, вентилятор айналған пайдасы жоқ компрессор қоспағаннан кейін. Ал егер компрессор қосып дырылдап, мынау айналмай тұрса, вентилятор айналмай тұрса, онда мына конденсатор міне, бірде 2 микрофарад, бірде 5 микрофарад болады. Дәл осыны ауыстырасыңдар. Мынау вентиляторға жауап береді, ал мынау компрессорға жауап береді. Сосын екінші жұрт, сыртынан келіп қарағанда, мына жіңішке трубкасы замороженный болып жатса, ол значит френ аз ішінде, аз деген. Ал егер мынау нормальный болып, мынау заморожка болып қатып қалса, жуан тұрған заморожка болса, онда радиатор бітіп жатыр. Радиатор тап-таза болып тұру керек, ар жағынан көрініп тұру керек та. Осы радиаторды ашып, мына бейті крышкалар алынады, ашып, мынаны жаймен компрессормен жуып тазалау керек, сықайды. Біздерде енді шаң болады, топырақ болады, ол жыл бойы сыртта тұрғасын бітіп қалады. Радиатор бітіп қалғаннан кейін мынау дұрыс мұздата алмайды, радиаторды мына заморозка болып қатып бастайды, жуан трубалары. Осы кондиционердің ең бір қиын проблемаларының бірі. Осыларын тексеру аласында. Келесі жыл мына конденсаторларды қалай тексеру керек, қандай аппаратпен тексеру керек, соның барлық видеоларын саламын келешекте. Үйренем деген жандар болса, үйреніп алсаңдар болады. Оп-оңай негізі кондиционер орнату да, оны жөндеу де. Тағы да қалай заправка жасау керек, қалай тексеру керек, френдар бәрін видеосын саламын. Бұйырса.